Қазақстанда жоқ. Тура сол сияқты бұл жерде ойда да жаңағы залог обременение деген сол қойылды, төлеп беттің, алып тасталып все, сен сатасың ба, қоясың ба, өзің білесің, өзіңіз білесіз. Сол сияқты мен алған үйім осында сіздерге жұмыс болсын деп тілеймін. Әрбір қазағым үйлі болсын деп тілеймін. Осындай өзіміз қазақтар, көпшілік қазақтар бар, үйіміз жоқ, жайымыз жоқ. Қаңғырып жұмыс былайша айтқанда көпшілік халықта не квартирадан квартираға біреуге бересің бәленбай ақша. Олайша сен осылай ашты, өзің үйіңді алда үйіңе сал. Сен біреуге квартира ақшаны бергенше, зато сен үйің өзіңдікі. Сол ақшаны алда үйіңде тұрда сол ақшаны біреуге берген ақшаны сен үйіңе берген. Зато сен процентсіз, пайызсыз, бір тиынсыз алып отырсыз ғой. Соны қазақтар түсінбейді, көпшілік адамға айтасың, бірақ күледі де қояды да кетеді. Жоқ, адам күлмеу керек, наоборот, біреу саған жақсылық тілеп тұрса, сен соны қабылда. Неге біз жаманшылықты тез қабылдаймыз? Өйткені негатив адамға бірінші жақын келеді. Біреу жамандады ма, сіздің жамандағаныңызды тез қабылдаймыз да, сол адам айтқан екі есеге біреуге жамандап айтамыз. Ол болмайды. Олай жасамау керек. Наоборот, қолынан келсе жақсылық жаса, соны Алла тағаланың саған екі еседен қайтады. Міне мен өзім ұстанымым солай. Әрбір қазағым үйлі болсын деп тілеймін. Әрбір қазағым өзінің үйі, өзінің көлігі болса, біреуге тәуелсіз болса екен деймін. Қаңғырып жүрмейік. Көпшілік бәріміз үйлі болайық, күйлі болайық деп мен тілеймін сол. Менің алған үйім, көлігім сіздерге жұғысты болсын деп тілеймін. Алла тағалам нәсіп етсін деп тілеймін. Керемет. Менің алған үйімнен де керемет үй алыңыздар, мен қуанамын. Бір қазағым үй алса мен қуанамын. Шын айтамын, жүрегіммен айтамын. Мен өтірікші емеспін, никогда өтірік сөйлеп көрген адам емеспін. Алланың алдында мен тазамын, өйткені мен қаншама адамдарға жақсылық жасадым, жақсылық жасаған мені қолдан келсе жақсылық жасаған мені. Кем біреуге жаман лағнет айтқаннан, біреуге жаманшылық тілегеннен, одан сен жақсы адам болмайсың. Шын айтамын. Мен өзім үш балам бар. Екі ұл, бір қызым бар. Сол, тағыға үш үй алдым. Тағы үш үйге жолғыр ашып атам. Тұрсаңшы, мен бір бітіре салайын, сізге сұрағыңызды жауап беремін. Тағы да мен өзім көзім 100%-ке жеткеннен кейін үш балама тағы үш үйге салып отырмын. Неге? Мен әр қаладан бір үйге алып қойғым келеді. Алматы, Астана, Тараз уже сел қойып қойдым. Көзім жетті. Потому что мен алам. Әр бала жаңағыдай квартирантқа беріп қойса, квартиранттар жауып отырады, сол ақшаны уже квартирант төлейді, өзің төлесең, жаңағы досрочно жауып тастауға болады, отырады, досрочно жауып тастауға да болады. Сол сияқты квартирант төлейді, машина кім төлейді? Машинам өзім төлеп жатыр.